елу ертегі және 70 жұмбақ. Қаңбақ шал бар екен де жоқ екен, ерте екен, ешкілері бөрте екен, қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Бұрында қаңбақ шал деген шал болыпты. Мал мен басқа зар болыпты, кедейліктен шықпапты. Ол ауыз алып балық ұстап тамақ асырапты. Жел соқса, шал домалап жөнеледі екен. Содан оған қаңбақ шал деп ат қойылған екен. Күн сайын ауына ілінген екі балығының біреуін бір түлкі әлімжетік қып тартып жей береді екен. Түлкінің қорлығына шыдай алмай, шал бір күні екінші жерге көшем деп дүние мүлкін арқалап жолға шығыпты. Шаршаған соң оны бір жерге көміп кетіпті. Бір жерге елдің сойған малынан жинап алған ішек қарнын көміп кетеді. Бір жерге қарындағы айранын көміп кетеді. Жүктің салмағымен қаңбақ шал ұшып кетпей келеді. Жүктен арылған соң желмен ұшып бір жерге түсіпті. Қараса, бір дәу екі таудың бірін-бірі шақпақ қылып ұрып тұр екен. Сонда дәу: «Қайда бара жатқан шапсың? Кел екеуміз күш сынасайық», деп қазандай бір қара тасты көтеріп аспанға лақтырып жіберді де қайта қағып алып: «Ал, шал, сен де осылай қақпашыл етші», дейді. Шал сасып қайтерін білмей тасты құшақтап аспанға бір тасқа бір қарап күнімен тұрады. Сонда дәу: «Ей, неғып тұрсың? Лақтыр», дейді. Шал тұрып: «Аспанға лақтырсам, аспан айналып жерге түседі-ау. Жерге қақпай түсірсем, жер ортасынан ойылып түсе ме? Қауіп қылып тұрмын», дейді. Сонда дәу келіп шалдың қолынан ұстай алады да: «Ақсақал, лақтырмай-ақ қой, текке қырыламыз», деп жалынып қойғызады. Дәудің ақылы тайыздығын біліп, шал ерленіп дәуге: «Кел, жердің ішек қарын шығарайық», дейді. Дәу жүгіріп келіп жерді теуіп қалады. Жер тізеден ойылады. Ештеңе шықпайды. Шал өзі бұрын көміп қойған қан жыны қарылмаған ішек қарын жатқан жерді жүгіріп барып теуіп қалса, ішек қарын шыға келеді. Дәу қорқады. Сосын шал: «Кел енді, жердің миын шығарайық», дейді. Дәу пәрменімен келіп жерді теуіп қалады. Жер тағы да тізеден ойылады. Ештеңе шықпайды. Шал манағы айранын көміп кеткен жерді жүгіріп барып теуіп қалса, бырқ етіп айран шығады. Дәу одан бетер қорқады. Мына шал не деген орасан күшті деп шалдың айтқанын істей береді. Ақыры шал онан қалай құтыларын білмей: «Енді қайт, ертең бізге қонаққа кел», дейді. Дәу «Жарайды», деп кетіп қалады. Шал үйіне келіп кемпіріне: «Ертең дәу қонаққа келеді», дегенде: «Ойбай, немізді береміз», деп сасады кемпір. Шал тұрып: «Ертең дәу келеді, мен есіктің алдында отырармын. Сонда сен оның көзінше не істеймін шал, деп маған қара. Мен де не десем, соны істемекші болып пышақты алып тұра ұмтыл», деп кемпіріне үйретіп қояды. Ертеңіне үш дәу келіп досының үйінде отырады. Сол кезде кемпір отырып: «Шал, нені асамын үйдегі қонаққа? Түгі жоқ», дейді. Сонда шал тұрып: «Басқа дәудің басын ас, ортаншы дәудің төсін ас, ол жетпесе досым дәудің өзін ас», дегенде кемпір пышағын алып тұра ұмтылады. Үш дәу дым тырақай қашат жөнеледі. Досы лашық үйін басымен көтеріп алып кетеді. Шал айғайлап: «Әй досым, лашығымды тастап кет, қайда барсаң да құтылмайсың», дейді. Дәу лашықты тастай сала қашып бара жатса, баяғы әлім жетік қып балығын тартып жей беретін түлкі жолығады. «Тақсыр, қайда қашып келесің?» дейді түлкі. «Бір пәле шалдың қырсығынан құтыла алмай қашып келеміз», дейді дәулер. Түлкі: «Сол қаңбақ шалдан қорқып жүрсіңдер ме?» «Менімен жүр, мен сенің өшіңді алып берейін», деп дәуді ертіп шалды іздеп қайта келіп жатса, шал лашықтың жанында тұр екен. Түлкінің ертіп келе жатқанын көріп, шал айғай салады: «Ей түлкі-ау, арғы атаңда 6 атамның құны бар, бергі атаңда 5 атамның құны бар. Өзіңде бітіспейтін кегім бар еді, 3 дәудің соның үшін бергелі келе жатырсың ғой, бәрібір онымен бітпеймін», деп дауыстайды. Сонда дәу қорқып:
бұл бізді сол аталарының құнын беруге алдап келе жатыр екен ғой, деп ойлап түлкіні құйрығынан алып жерге бір ұрып өлтіріп, алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Сөйтіп қаңбақ шал дәулер мен түлкіден осылай құтылған екен. Ал балалар, енді сендерге жұмбақ. Қуып етіп мойын бұрмады, ұстайын деп едім қолға тұрмады. Жауабының астына комментарияға жазып кет.